қазына іздеуге аттанайық. Жас саяхатшылар оларды қорғау үшін қауіп-қатер мен тылсым жайттарға тап болады. Саяхатқа дайындалыңдар. Біз қазына іздеушіміз. Қазына іздеушілер. Мен кішкәрі өзіме сенімді маймылмын. Сабыр сақтайын. Бұл сынақ. Бұл кәдімгі су ғой. Мен батыр емеспін бе? 1, 2 жарым. Қытай желпуші. Айбетпе, құрметті ұлыма. Біз тағы бір саяхатшыны күтіп тұрмыз. Мен келдім, кешіріңдер достар. Лума Прадарға біздің көмегіміз қажет екен. Я, бұл не қылған қазына? Қытай желпуші. Желпуіш? Мен келеңсіз жайтты байқадым. Қамықпа. Бұл ерекше желпуіштің бойында Фэнбо, яғни Қытайлардың жел әміршісі бар. Ол осыдан бір талай уақыт бұрын ырыққа көнбей кеткен көрінеді. Содан Хуасан пірадарлары жел әміршісін желпуіштің бойына жасырып, мына көне Қытай ғибадатханасына сақтап келген. Алайда, қазір ғибадатхананы су басу қаупі төніп тұр. Тіпті су шайып кетуі де мүмкін. Су басу қаупі дейсіз бе? Бұл қалай болғаны? Айтайын дегенім, бұл рас па? Желпуіштің сонша маңызды болғаны ма? Бұл тапсырма бізге еш қиын емес. Бұл қарапайым желпуіш емес. Желпуіш ашылса, Фэнбо сыртқа шығып кетеді. Жер бетіндегі балалардың туған күніне арнаған тәтті күлшелердің үстіндегі балауыз шамдарды сөндіріп тастайтын күшті жел тұрғызады. Ал керек болса, балалар туған күндерінде тілекті қалай айтады? Шам дүрлеу туған күннің ең қызық сәті емес пе? Солай ма? Одан да маңыздысы сыйлық емес пе? Сыйлық алу шам үрлеуден де жақсы ғой. Мен сыйлықты таңдар едім. Бірақ тәтті күлше желмен бірге ұшып кетеді ғой. Тәтті күлше болмаса туған күннің сәні кірмейді. Соны айтсаңшы. Уақытты тұрмай тездету керек, саяхатшылар. Су басып кетпей тұрғанда. Судан қорқасың ба? Кім, мен бе? Қайдағы? Алаң болмаңыз, Кат профессор. Біз желпуішті іздеп табамыз. Айтқаным айтқан. Желпуішті Хуасан тауындағы Лумаға жеткізіңдер. Ол оны көзінің қарашығындай сақтайды. Оған әзірге кедергі жасамайық. Мен білезіктеріңді қуаттап қойдым. Сапарға аттануға дайындалыңдар. Су астында қалмасақ жарар еді. Кеттік мейіп. Сапарға аттанатын уақыт болды. Бізге топан су жайлы айтып еді. Мен еш жерден су көріп тұрған жоқпын. Иә? Судан қорқасың ғой, иә? Оны кім айтты? Мен жай таңғалдым, бары сол. Мынау Лума ғой. Сәлеметсіз бе? Амансыңдар ма, жас саяхатшылар? Келгендерің жақсы болды. Ғибадатхананы су баспай тұрғанда желпуішті іздеп таппасаңдар болмайды. Уақыт тығыз. Естеріңде болсын. Фламинго деген құпия сөз бар. Соны ғибадатхана күзетшісіне айтасыңдар. Ал мен сендерді анау жақта күтем. Қай жерде? Анау жақта, таудың басында. Тау жақты су баспайды. Үйім сол жақта. Қабырғалар сендерге жол көрсетсін. Есіме түсір алмай тұрғаным. Жақсы онда. Жолдарың болсын. Су демекші. Мен білейін деп едім. Біз бұл жерден қашан шығамыз? Мен үйіме жеткенше шығасыңдар. Ал жолдарың болсын. Қолымыздан келетініне сенем. Өз үйіме жетпейді. Керемет. Осындай жерлердің атам. Сонымен неден бастаймыз? Ол жағын өзім реттеймін. Қазір. Тоқта. Ойлануға уақыт жоқ. Менің ақылыма сүйенейік. Мейіп, тұра тұр. Қап, жеткізбей кетті. Саған не болды? Біз атасып қалдық. Тыныш. Естіп тұрсыңдар ма? Қап, дыбысты белгі жоқ. Мына жерде бір жола қамалып қалдық ау деймін. Көмектесіңдер! Ақырын,
Луманың не деген естеріңде ме? Қабырғалар сендерге жол көрсетсін деді. Шығатын жол іздейік. Менің озық үлгідегі құралым бар. Бұл да емес. Қайда кет? Міне. Менің рентген сәулелер жолтарқыш қолшамым бар. Ештеңе жоқ қой. Қабырғадағы суреттер ғана көрінеді. Қолшамның ерекше тетігін басуды ұмытып кетіппін ғой. Енді мына жерді анық көруге болады. Ананы қараңдар. Қытай өрнектері. Фенбо, яғни жел әміршісі деп аударылады. Бұлар бізге жол көрсетіп тұр. Жарайсың мо? Су! Ей! Тағы бастады. Тез болыңдар, мына жаққа. Қане? Мип, қолшамды бер. Тоқта, Мип, тұра тұр, қайда қашып барасың? Су! Тоқта! Тоқта деймін. Достар! Қап, әттеген-ай. Алақай! Бұл қайткенің? Бастарыңды қатерге тіккенім үшін кешіріңдер. Ештен кетпейді. Қайта қызық болды. Әлденеге алаңдап тұрсың ба? Жасырмай айтсаңшы. Хей, мен доп тауып алдым. Доп дейме? Сарайдың күзетшісін мазалайтын сендер кімсіңдер, Негізінде бұл ғибадатхана, дәл солай. Мұнда неғып жүрсіңдер, Айтпақшы, құпия сөз, фламинго. Бұл құпия сөз енді жарамсыз. Тағы бір байқап көріңдер. Өтіне, мырза, біз қазына іздеушіміз. Бізге Фенбо желпуішін іздеп табуға рұқсат етіңізші. Онда құпия сөзді айтыңдар. Мен сібен алтына берсен ойынын ойнайын. Жоқ. Сөз жұмбақ. Жоқ. Суретті жұмбақ. Жоқтым ғой болмайды. Енді қайттық. Құпия сөздер таңдап көрейін. Мұнда не бір сөз бар? Мырза, сіз ғибадатхана күзетшілеріне үлгісіз. Еш нәрсе, сізге еш нәрсе тең келмейді. Шынды айтсам, сіз кереметсіз. Сіз сондай... Қалай еді? Алып. Жарайды, рахмет. Құпия сөз керемет. Керемет? Бірден солай демейсіз бе? Кіре беріңдер. Желпуіш жоқ қой. Қап, онда қайтайып. Желпуішті таппасақ, тапсырманды орындай алмаймыз. Солай ғой? Тұра тұр Мип, саяхатшы деген атымыз бар. Берілмейміз. Қараңдар. Мұнда бірдеңе көріп тұрмын. Бақа. Бақа, желпуішті қайда жібердің? Қандай желпуіш? Деміс, оны сен жұтып қойдың. Сол себепті үрленіп тұрсың. Мойындаймын. Желпуіштен өзімде құтылғым келет. Мен сендерге бір хикая айтып берейін. Өгіз бен бақаның хикаясы. Мен содан қорқам. Саяхатшы болсам да осындай әлсіз түсім бар. Мен бұл тапсырманы орындауға қорқам. Енді менің кесірінен бүкіл әлемге қауіп төнетін болды. Біз оны бастақ білгенбіз. Қамықпа. Бәрінің бойында бір қорқыныш бар. Қорқынышты сақтауға болмайды. Саяхатшылар қорықпайды. Қорыққанда қандай? Рас айтасың ба? Сен неден қорқасың? Мен қараңғыдан, жыланнан, жолбарыстан, кактустан, құбыжықтан, қоңыздан. Оны білмеппін. Ал сен ше, Мак? Мен ештеңеден қорықпаймын. Тасбақадан ғана. Тасбақадан ғана қорқам. Рахмет, достар. Кішкене жеңілдеп қалдым. Мен сендерге хикаямды айтып берейін. Кеттік Мип, жүзіп өтуіміз керек, тездетейік. Мен жүз алмаймын ғой. Судан қорқатын да содан. Бірақ қорқатын сендерге айттым, енді қорқатын ештеңе жоқ. Тездетпесек болмайды. Не болды? Қытығым келіп тұр.
кәне ма, кеттік. Қытығым келіп тұр. Сонымен желпуштінеге жаттық қойдың. Бұл өте ұзақ әңгіме. Ең бастысы желпушті таптық. Рахмет, саяхатшылар. Бұған бәріміз алыстық. Ескі досым Катмандуға менен дұғай сәлем айтыңдар. Ой, шоколадты көше. Дәмі тілейрет. Көп рахмет менің кішкентай саяхатшыларым. Айтпақша меп қайда? Мен күштімін және өзіме сенімді маймалмын. Сабыр сақтап, суға секірем. Судан қорықпайым. Хей, суға бәріміз бірге түсек қайтет. Үшке дейін санаймын. 1, 2. Рахмет, достар. 3.